Астанада 1 және 5 тамыз аралығында шахматтың Рапид және блиц түрлерінен командалық турнирі өтіп жатыр. Оған әлемнің атақты Магнус Карлсен, және де сияқты шахматшылары қатысып жатыр. Ойынның басты фавориті 3 санат бойынша әлем чемпионы, әлемнің 16-шы чемпионы Магнус Карлсен болды. Және команда бойынша финалда WR Team мен Team MGD First командасы жолығып, Магнус Карлсен секілді жұлдызды ойыншысы бар WR Team командасы жеңіске жетті. I think we had a bunch of very strong players, and also we have to say Vadim, the guy that made it all possible, struggled a bit in the Rapid, but today he contributed, played a good blitz, so it was just a great team effort, and we have these guys really. Сонымен қатар Магнус Карлсен жекелеген Рапид ойында да чемпиондық титулын қорғап қалды. I had a feeling that I had to win, so even though my position from the opening was not great, I felt like I should keep going and managed to deliver by this stuff.